Құрметті ұстаз, мына көріп тұрғандарыңыздай бүгін дайындағаным бағалы парағы интернетсіз жүйе арқылы дайындадым. Ал енді бұны сабақта қолданған өте оңай, балдарды бағалау өте маңызды. Балдар мысалға мен сабағымда балым неге олай болды дейтін болса, сол сұрақты осы жерден жауабын алатын болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай анда мұғалім түсіндіріп жатыр. Өздеріңіз су қойсаңыздар болады, мен су қойған жоқпын. Өздеріңіз қойсаңыздар болады. Бір түсеңіздер, мұғалім видеосы сөйлей бастайды. Онда оқушылар мысалға қай оқушы жауап берді, сол оқушының бір сұраққа жауап берсе деген сияқты, немесе бір тапсырмаға өздеріңіз транскриптор құру арқылы біле аласыздар. Оның бір қызық жері мысалға ол 5 сұраққа дейін қызыл болады, кейін сары болады, одан кейін барып бізде жасылға айналады. Міне барлығы осындай, дәл осылай жасалынған. Міне осылай бағалы парағымен сабақтарыңыз өте керемет өтуге болады. Бір түртіп сабағыңызды қызықты етіңіз.